Құрметті респонденттер, сіздердің назарларыңызға 1ЦП өндіруші кәсіпорынның өнеркәсіп өнімдеріне, тауарлары көрсетілген қызметтері бағасы және өндірістік техникалық мақсаттағы сатып алған өнімдердің бағасы туралы есебі нысаны бойынша есеп кезеңдегі айлық мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі видео нұсқауды назарларыңызға ұсынамыз. Статистикалық нысан 1ЦП өндіруші кәсіпорынның өнеркәсіп өнімдеріне, тауарлары көрсетілген қызметтері бағасы және өндірістік техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімдердің бағасы туралы есебі экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіш кодына сәйкес қызметінің негізгі немесе қосымша түрлері 0539 үтір 46 болып табылатын іріктемеге түскен заңды тұлғалар және немесе олардың құрылымдық немесе оқшауланған бөлімшелері тапсырады. Тапсыру мерзімі есепті кезеңнің 17 күніне қоса алғанда дейін. Статистикалық нысанды 3w.stat.gov.kz сайтының респонденттер бөлімінен алуға болады. Ары қарай 1ЦП өндіруші кәсіпорынның өнеркәсіп өнімдеріне, тауарлары көрсетілген қызметтері бағасы және өндірістік техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімдердің бағасы туралы есебі нысанын толтыруға көшелік. Титулдық парақтың жоғарғы бөлігіне статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт сағатпен толтырылады. Төменгі бөлігіне есептік кезең мен мекеменің бизнес сәйкестендіру нөмір коды көрсетіледі. Нысанның бірінші бөліміне заңды тұлғаның бөлімшенің аумақ, облыс, қала, аудан, елді мекен нақты орналасқан орны және тіркелген жеріне қарамастан көрсетіледі. Аумақ кодын көрсетудің қажеті жоқ. Мұны статистика органының қызметтерімен толтырады. Екінші бөлімде заңды тұлғаның бөлімшенің қызмет түрінің кодын экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына 5 таңбалы ЕХЖЖ сәйкес көрсетіңіз. 1ЦП 2 бөлімнен құралады. 1ЦП-ның бірінші бөлімі. Өнеркәсіптік өнімді өндірудің нақты орнын заңды тұлғаның бөлімшенің тіркелген жеріне қарамастан көрсетіңіз. Облыс. Екінші бағанда ішкі нарықта өндірілген өткен айдың 15 күні, есепті айдың 15 күн аралығында өткізілетін өнеркәсіптік өнімге, тауарға көрсетілген қызметке баға көрсетіледі. Ішкі нарықта өткізілген өндірілген өнімнің, тауарлардың, қызметтердің бағасын қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз, үстеме бағасыз, көлік және басқа да шығындарсыз өлшем белгіні теңдемен көрсетіледі. АБВ бағандарында 1ЦП өндіруші кәсіпорынның өнеркәсіп өніміне, тауарлары көрсетілген қызметтері бағасы және өндірістік техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімдердің бағасы туралы есебі бағасын байқау үшін тауарлар өнімдерін тізбесін сәйкес тауардың өнімінің атауы, өлшем бірлігі және коды көрсетіледі. Тізімді 1ЦП өндіруші кәсіпорынның өнеркәсіп өніміне, тауарлар көрсетілген қызметтері бағасы және өндірістік техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімдердің бағасы туралы есебі статистикалық нысанмен бірге статистикалық нысандардың 2017 жылға арналған респонденттер бөлімінен алуға болады. Тізімнен керек тауардың атауын тауып, оны баған А-ға көрсетіледі. Баған БВГ өлшем бірлігі мен өнім коды қойылады. Баған Г реттік нөмірін қоясыз. Баған Д-ға өкіл тауар көрсетілген қызмет сипаттамасы таңбасы сорты, құрамы, өлшенген құрамы, тұтынушы типі, басқа қасиеттері. Бірінші бағанға егер өндірілген өнімнің экологиялық таза өнім сәйкестеріне растауы бар болған жағдайда бір коды көрсетіледі. Үшінші баған есепті жылға қаңтардағы есепте ғана толтырады. Есепті айда бағаның жоғарылауы кезінде алғашқы статистикалық деректердің анықтығын растау үшін статистика органдарына статистикалық нысанмен бір мезетте қосымша ақпарат, шарттар, төлем тараптар, тіркеме қағаздар, шот, фактуралар және басқа да бұқатерлік есепке алу құжаты тапсырылады. Төртінші баған интернет ресурсында орналастырылған. Баға өзгерісінің себепті анықтамалығын сәйкес баға өзгерген жағдайда міндетті түрде толтырады. 1ЦП 2 бөлімде көрсетілген өнімді өндіру үшін қолданылатын өндірістік техникалық мақсаттағы өнімдердің түрлері 3 бөлімде көрсетіледі.
Есепті айдың алдындағы айдың 15 күнінен бастап ағымдағы айдың 15 күніне дейінгі кезеңді қоса ішкі нарықта сатып алынған өнімнің саны, көрсетілген қызметтің құны, өнімнің, көрсетілген қызметтің бағасы туралы мәліметтер көрсетіледі. Бағаны тіркеу үшін жеткізушілердің негізгі типтерінен тұрақты түрде сатып алынған өндірістік техникалық мақсаттағы өнімдер мен көрсетілген қызметтердің түрлері іріктеледі және есепті жыл бойына өзгеріссіз қалады. Б, В, Г бағандарында көрсетілген атауы, өлшем бірлігі, коды көрсетіледі. Бірінші бағанда сатып алған өнімнің саны, көлемі, көрсетілген қызмет түрі бойынша сатып алынған көрсетілген қызметтердің құны мен теңгеге көрсетіледі. Екінші бағанда сатып алынған қызметтердің бағасы теңгемен көрсетіледі. Үшінші баған есепті жылғы қаңтардағы есепте ғана толтыруы мүмкін. Міндетті. Өткен жылғы тек сонның 90-ның жоғарғы бағасы көрсетіледі және үшінші бөлімдердің 4 бағаны баға өзгерген жағдайда міндетті түрде толтырылады. Соңғы нысан парағында мекеменің атауы, мекенжайы, телефоны, электрондық почта мекенжайы, респонденттердің және алғашқы деректердің жариялауға келсеміз, келіспейміз міндетті түрде толтырады. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды форматта жүзеге асырылады. Осы нысандарды толтыру бойынша сұрақтарыңыз болған жағдайда Маңғыстау облысы статистика департаментінің баға статистика басқармасына мына телефон бойынша хабарласуға болады. 31 90 59.